Жаңа бір кісілермен сөйлесіп қалдым. Заанин мен Альпі ешкілерін ұстаймын дейді. Зааниннің сүті аздау болады екен деп қояды. Бірақ ол кісілер шатыстырып жатыр екен бір-бірін. Мен айттым, оны шатыстырмасаңыз ұстағаннан кейін. Шатыс болғаннан кейін ол сондай болады. Ал жаңағы нубийский ешкілердің сүті қою болып келеді екен дейді. Неге? Альпінің дейді. Альпінікі қоюлау, Заанин'дікі бірақ аздау болады екен дейді. Енді сол англо-нубийскийге көшсек па деп аналарды сатып жатырмыз дейді. Бірақ шатыстырып жатыр екен. Оны нубийді алдым дейді, бірақ та мен оны Альпіге қосам. Мен айтам, оны алғаннан кейін соншама ақшаға оны шатыс қылып жібергеннен кейін оның бағасы да сондай болады ертең. Одан да алып тазасын ұстаңыз десем, бізде енді сондай дейді. Енді мүмкін ондай қатты бір қызығып жатпаған шығар. Әйтеуір ұстап көргісі келіп жатқан шығар. Сол бізде енді ешкілерге көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Осындай. Ешкі қанша, Батыр? Ай бала, ешкі қанша? Лағы ұрғаш еркек? Еркек лағымен 90 дейді. Қанша беріп тұр? Қанша беріп тұр сүт? Бір күнде 3 литр. Таңертең кешке. 1,5-1,5-нан да? 90. Жақсы екен. Албамыз. Ешкілде жақсы күтпісіңдер. Ана жерде ешкілер тұр. Сүтті тоже бірақ артып кетті қатты. Мынау бір, шамамен 5 туған екен, Ал мынау үшін мынаның лағы жоқ па? Мынаның иесі қазір келеді. Негізі 80 тұр. Дара басы, Дара басы 80. Желінде сүтті ешкілер ғой.